Барлықтарыңызға сәлем. Мен Беймен Дамлабек мектебінің 11 сынып оқушысы Болат Али боламын. Мамандықтар әлемін ашамын республикалық форумның қатысушы ретінде менің видеомды қарсы алыңыздар. Мен дәл қазір Жаңарқа ауданы нөмірі 6 өрт сөндіру бөліміндемін. Мен таңдайтын мамандығым төтенше жағдай қызметкері. Төтенше жағдай дегеніміз не? Төтенше жағдай адамдардың өмірі мен денсаулығына, қоршаған ортаға немесе шаруашылық қызметіне қауіп төндіретін, қалыпты өмір сүру жағдайларын бұзатын табиғи немесе техногендік сипаттайтын жағдай. Мен бұл мамандықты не үшін таңдадым? Бұл мамандық, төтенше жағдай мамандығы бұл қиын, бірақ абыройлы мамандық. Адам өмірін құтқару, қиын сәтте батыл әрекет жасау, өз елінің қауіпсіздігіне үлес қосу және бұл мамандыққа қызығушылық пен құндылықты арттыру. Жалпы төтенше жағдайға қарсы не істеуге болады және бұл мамандыққа қалай түсуге болады? Оны арнайы маманға сұрақ ретінде қойсақ. Сәлеметсіздер ме? Төтенше жағдайлар бөлімі инженері кіші лейтенант Тапаш Арман Айдарханұлы. Қазіргі таңда инженер қызметте 1 жылдан астам уақыт болды. Төтенше жағдайға қарсы қандай шаралар қолдануға болады? Төтенше жағдайлар уақытында су тасқыны кезінде, яғни үйден шығатын улы газ немесе пештен болатын өрттер болса, яғни сым тоқтарынан болатын өрттер болса, біз алдын ала осы бойынша жұмыстар атқарамыз, яғни жаднамалар таратамыз. Халықты осындай ауыр кезеңдерден сақтау үшін біз жаднамалар таратып түсіндірме жұмыстарын жасаймыз. Бұл салаға түсу үшін қандай пән және қандай оқу орнына түсу қажет? Бұл салаға түсу үшін математика, физика пәндерін таңдап, Мәлік Ғабдуллин атындағы Көкшетау қаласындағы академияға түсу керек. Немесе Казгиту және Каргу политех оқу орындарында БЖД саласына түсу керек. Қандай сәтте төтенше жағдай қызметкерлеріне хабарласу керек? Яғни өрт орын алған жағдайда немесе улы газ немесе түрлі табиғи апаттарға түскен жағдайда 112 немесе 101 қоңырау телефонын шалу керек. Яғни ол радиустық қай облыста болса, соған дөп түсіп береді. Біз бүгін төтенше жағдай қызметімен таныстық. Жалпы мамандық таңдағанда жас түлектер қателеспеу керек. Мен таңдаған мамандығым төтенше жағдайлар қызметі. Мен ол мамандықты адамдардың өмірін құтқару үшін таңдадым. Бұл жауапкершілігі жоғары және табандылық пен батылдықты талап ететін жұмыс. Қоғамға пайда тигізіп, адамдарға көмек көрсету менің басты мақсатым.